Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Индира. Бүгін сіздерге жұп-жұмсақ, өте дәмді, көтеріліп воздушно болып пісетін сүзбе қосылған пирогтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаға 1 шай қасық тұзды қосып, осылай миксермен жақсылап араластырамыз. Мінекей осылай жақсылап көтерілгенше араластырамыз да, оған қантымызды қосып, жақсылап ағарғанша, яғни әппақ болғанша миксермен араластырамыз. Мінекей осылай әппақ болып араласады, одан кейін пісе маймен айранды қосып, әрі қарай жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бөлек ыдысқа ұн мен разрыхлительді салып араластырып аламыз да, жаңағы ыдысымызға біртіндеп, яғни 3 бөлікке бөліп отырып салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Бұл кезде миксерді қолданудың қажеті жоқ, қасықпен немесе пилкамен немесе осындай венчикпен қолмен араластыра бересіздер. Мінекей дайын болды. Бұны басқа жерге бөлек қойып қоямыз. Енді келесі бізде, яғни салмасын дайындайтын боламыз. Оған осылай сүзбе және де сахарная пудра, одан кейін кішкене 1 жұмыртқа қосып, жақсылап езіп араластыруымыз қажет. Егер сіздерде миксер болмаса, вилкамен араластырсаңыздар болады, не болмаса блендермен ессеңіздер болады. Мінекей осындай болып шығуы қажет. Әрі қарай ыдысымыздың шетін осылай майлап дайындайтын боламыз. Салмамызды құямыз. Әрі қарай жаңағы дайындаған сүзбемізді осындай бір салафанға немесе үйлеріңізде кондитерский мешок болса, соған салсаңыздар болады. Осылай пирогымыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Мінекей дайын болды. Осы уақытта пештеріңізді қыздырып қойсаңыздар болады. 180 градуста 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болған соң пештен алып, әбден суығанша қойып қоямыз. Суығаннан кейін шетін осылай пышақпен сыра отырып, ыдысынан босатып аламыз. Үстіне қант ұнтағын сеуіп, әдемі етіп жасаймыз.
Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар.